Қайырлы күн барлықтарыңызға. Just Life каналының Instagram парақшасының тыңдаушылары. Бүгін менің атым Мәлік Мұсабеков. Бүгін сіздермен осы 1 сағат шамасында жұмыс істейміз. Осы парақшаның ұйымдастырушылары мені шақырды. Осы жақсы тақырыпты талдауға. Бүгінгі тақырып кәсіпкерлік туралы сөйлесеміз. Жалпы неден бастау туралы сөйлесетін шығармыз бүгін. Егер қызық болса, мүмкін тағы да осы тақырыпқа байланысты басқа эфирлер болады. Бүгінгі сонымен тақырып кәсіпкерлік. Кәсіпкерлікті неден бастау керек, қалай бастау керек, сол туралы сөйлесеміз. Негізінен бұл тақырып өте үлкен және бұл күшті мәселе, әсіресе қазіргі таңда. Қайталайын, менің атым Мәлік Мұсабеков. Өзімді кішкене таныстырайын. Неге менің ақпаратым сіздер үшін қызық болатын шығар. Өзім бизнес тренермін, сонымен қатар кәсіпкермін. Қазіргі таңда бірнеше жобам бар, соларды іске асырып жатырмын. Енді өзімнің кәсіби дағдыларымды немесе тәжірибемді айтатын болсам, жалпы мен тренерлікті 2012 жылдан бастадым. Бұл шамамен қанша? 8-9 жылдай болды. Бүкіл Қазақстанды аралап шықтым. Былай айтқанда шамамен 1000-ға жуық әртүрлі мастер-класс пен тренингтерді жүргіздім. Алдынан енді 5000-нан астам адам өтті. Бұл мен неге сіздерге айтып жатырмын, көрсеткім келеді өз тәжірибемді. Яғни мыңдаған кәсіпкерлермен сөйлестім. Бұлардың тәжірибесімен бөліскім келеді. Сонымен жеңіл-желпі біздің неге көшейік тақырыпқа. Жалпы кәсіпкерлік дегеніміз не? Кәсіпкерлік ол белгілі бір іс, осының нәтижесінде біз табыс көреміз. Бүгінгі біздің тақырып стартапқа көбінесе пайдалы болатын шығар, немесе кім бизнес ашқысы келеді. Кейбір кездері туындайды, мен бизнесмен болғым келеді, кәсіпкер болғым келеді. Соның бірінші сұрақ неден басталады? Өздерің ойлаңдаршы. Мына жерде маған алдын ала ұйымдастырушылар бір сұрақтарды дайындап қойды. Оған да біз міндетті түрде жауап береміз. Шетінен неден бастағым келеді? Жалпы кәсіпкерлікті неден бастаймыз? Негізінен мен өзім бүгін бір тәжірибемен бөліскім келеді. Мен алғашқы бизнесімді 2007 жылы бастадым. Содан кейін 4 айдан кейін банкрот болып қалдым. Қатты күйредім. Сосын 2008 жылы басталды, үлкен дағдарыс басталып кетті. Содан мен қатты банкротқа ұшырап күйредім. Сосын біраз жылдай менде кетті, оны қайтып оралуға өзімнің деңгейіне. Сол бүгін бөліскім келеді, қандай менде қателер болды. Өйткені қазіргіде мен қанша жылда бір 10-15 тренинг жүргіземін кәсіпкерлерге. Олардың қателіктері немесе өзім бастаған кейбір кездері жаңа жобалардың өзінде де мен сол қателіктерді әрі күнге дейін кейде жасаймын. Сол қандай неге көңіл бөлу керек? Мына жерде тақтаға қарай, бір жағынан 5 нәрсеге көңіл бөлсеңдер кәсіпкерлікті бастардың алдында. Біріншіден, жалпы кәсіпкерлікті бастайын десеңдер, ең біріншісі ол кейбірлер айтады не керек деген кезде, кейбірлер айтады ақша керек, кейбірлер не айтады таныс керек, кейбірлер бизнес ой керек, кейбірлер бизнес жоспар керек, кейбірлер ресурстар керек. Ол бәрі керек міндетті түрде. Бірақ ең біріншісі, бұл менің жеке дара ойым, ең біріншісі не болу керек? Ол ынта болу керек. Яғни сенде ынта болу керек осы кәсіпкерлікпен айналысу. Өйткені бизнес махаббатпен болу керек. Менің бір әріптесім бар, оның кітабы бар, бизнес махаббатпен деген. Ең бірінші сенің кәсіпкерлігің махаббатпен болу керек, шын жүректен. Неге десеңіз, мен бүгін көп аналогия беремін. Яғни мысалы сен біреумен кездесіп, мысалы қыз жігітпен, жігіт қызбен кездессе, егер арасында махаббат болмаса,
олар көп жүре ала ма? Иә, көп жүре алады, бірақ белгілі бір уақыттан кейін мына қаржылық жағынан қарайтын болсақ, ол қалай айтсам, иә, саған көп табыс әкелуі мүмкін бизнес, бірақ бір күні сен шыдамай одан кетші деп тастай жібересің. Соң сен жұмсаған уақытың текке кетеді. Сол себептен сен бастаған бизнесің ең бірінші махаббатпен болып, сен ол ісіңді жақсы көрген керексің. Енді көше бизнесті бастаған кезде мен қатарласып айтамын, қандай менде қателіктер болды, сол туралы. Бүгін қазіргі трендтағы бір күшті сөз бар, фейкап. Сол мен бүгін өзімнің фейкаппен бөлісем, қалай мен бірінші рет бизнестен төледім. Бірінші мен алғашқы ашқан бизнесім, қайталайым, 4 айдан кейін банкрот болды. Неге? Біріншісі, ең маңызды нәрсе бұл психологиялық фактор. Психологиялық фактор. Бұл екінен бөлінеді. Психологиялық фактор, яғни сен дайын болуың керексің. Бұл жерде аналогияны келістіретін болсақ, мен қазір бұл аналогия классикалық бизнеске қатысты 80%-ға жуық. Яғни, мына жаңа бизнес ол жаңа сәби туылғандай сияқты. Яғни бізде басында сәбиіміз туылған кезде, қалайсың, біз біріншіден біздің сәбиіміз жарты жыл не істейді біріншіден? Тек қана жылайды, емшек сұрайды тек қана. Бұл бизнесте де солай. Басында сенде бизнес саған айтады, ақша салмаған, қоймаған, сосын пайдасын көретін шығарсың деп. Соңмен біздің сәбиіміз жалты 6 айдан кейін шамамен не істей бастайды, қимылдай бастайды, еңбектей бастайды. Сол сияқты сенің де бизнесің шамамен 6 айдан кейін белгілі бір сенде қалай айтсам, тұрақты тұтынушылар пайда болады, атақ пайда болады, сені біле бастайды. Сол сияқты сен серіктестер сенде пайда бола бастайды. Сенген біздің сәбиіміз нешелі жаста, былай айтсақ болады, қанша уақыттан кейін сөйлей бастайды, немесе жүре бастайды. Шамамен 1 жылға жуық. Қыздар кішкене ертерек, ер балалар кішкене енді еріншек, қайта кетеміз енді. Сол сияқты кешіңізден. Сонымен бизнесте де 1 жылдан кейін шамамен сенде атақ, бренд пайда бола бастайды. Сенің клиенттерің тұрақты бола бастайды. Сол сияқты яғни нақты табысты жалпы алғанда классик. Мен ғаламтор бизнесті айтпаймын. Ғаламтор бизнес ол ерекше. Онлайн бизнес ол жақта мүлдем басқа заңдар деуге болады. Яғни бұл дүкен, сауда. Бұл жерде айтып кетейін, негізінен бизнестің 3 түрі бар. Бизнестің 3 түрі бар. Ол өндіріс, сауда және қызмет көрсету. Бұл жерде де анықтауың керексің, сен неден бастауың керексің. Мысалы, өндіріспен бастайын десең, ол жақта көп қаражатты талап етеді. Өйткені саған шикізат керек, жер керек, цех керек, жұмысшылар керек, мүмкін лицензия керек, газың бар, сесің бар, мүмкін. Яғни шаруалар көп. Екіншіден, ақшаны және жалпы ақшаны ресурстарды азырақ талап етеді, бұл сауда. Бір жақтан әкелдім, екінші жақтан саттым. Тек қана тауарға ақшаны салдым, жалпы. Бутик ашты кішкене төменірек ақша салымның жағынан. Бірақ бұл да бір жағынан бизнес ойға байланысты. Бірақ жалпы бизнесті тіпті салымсыз бастауға болатын нәрсе, біреусі ол қызмет көрсету. Мысалы, сен күшті тамақ пісіресің, барып үйге тамақты жеткізу қызметін аштың. Мысалы, үйден тамақты пісіріп бастадың, мысалы. Сол сияқты. Енді біздің неге қайтып келейік? Психологиялық факторға. Ең бірінші жаңағы психологиялық фактор. Сен дайын болуыңсың, яғни бірінші күннен бастап, мен қалай бітті, мен фирмамды аштым, бітті клиенттер бәрі маған келеді. Жоқ, менің бірінші клиентім ол 3 айдан кейін ғана пайда болды. Яғни бізде ең бірінші сатылым 3 айдан кейін ғана пайда болды. Бірақ ол кезде енді мынандай оқулар болмады, білім жағынан, сосын мен де дайын болған жоқпын. Екінші психологиялық фактор, екіншіні қарайтын болса, қалай айтсам, мынандай ой болды. Мысалы, біздің сәбиіміз туылған кезде адамдар, біз қалай ойлаймыз? Менің сәбиім ең керемет дүниеде, менің баламнан ең әдемі жақсы бала жоқ. Біз сөйтіп ойлаймыз ғой. Сол сияқты біз де бизнесті ашқан кезде сөйтіп ойлаймыз. Егер мен бизнесті аштым, бәріне керек дейміз.
жоқ олай емес, сенен басқа мыңдаған бәсекелестер бар, жүздеген енді кем дегенде, иә. Сол сияқты оларды да сөйтіп ойлайды. Егер қалай болса, мен аштым деп отыра берсең, саған келмейді. Міндетті түрде жаңағы жылжыту жасау керек, жарнама, іс-қимыл жасау керек. Сосын тағы бір психологиялық факторға келетін болса, мына біздің сәбиіміз туылған кезде аналогияға қайтып келетін болса, ата-анамыз, яғни балалардың әке-шешесі қанша уақыт ұйықтайды? Артық болса 4-5 сағат қана ұйықтайды, солай ғой. Сол сияқты сен де басында бизнеске даяр болуың керексің, жаңағы оған 18 сағат беру керек. Мысалы, менің ең бірінші қатем, мен өзім екі дос баламен ашқан бизнесімді. Сол кезде мен жұмысқа, өзім басқа жерде жұмыс істеймін, сөйтіп келіп, 2-3 сағат көңіл бөлемін, кетемін, сөйтіп жүрмін бала. Қатты көңіл дұрыс бөлмедім деп айтсам болады. Яғни мен ойладым, аптасына күнде 2 сағат бөлсем жетеді деп. Жоқ, олай емес. Сен егер бастауыш, әсіресе бұл бірінші бизнесің болса, даяр болуың керексің. Бірақ ол үшін даяр болу үшін бұл неге? Сен махаббат жаңа, сен жүрегіңнің қатты жұмыс істеу керек жаңа бизнеске. Яғни мен істеймін, маған бұл ұнайды. Сол кезде мен сенемін, сенің бизнесің табысты болады. Екінші фактор, қатты мен дұрыс жасамағаным, бұл нарықтық талдау. Бұл жерде не істеу? Міндетті түрде алдын ала нарықты талдау керек, зерттеу керек. Нарықтық талдау, яғни алдын ала зерттеу керексің. Яғни ол күшті бизнес өте кеттік деп, аштық деп болмайды. Оны алдын ала жаңағы талдау керек. Бұл жерде 4 кейіпкерді деуге болады, кімді талдау керек. Мысалы айтып, мен бірінші бизнесімді ашқан кезде, мен бала келді, давай ашамыз, бітті, күшті ойына қазір сұраныс бар деп, біз өзіміз ойлаймыз. Біз жаңа зерттеу жасамадық, маркетингтік зерттеу жасамадық, талдау жасамадық. Қазіргі таңда өте күшті не бар, құралдар бар қазір. Google сауалнама өткізуге болады. Мысалы, менің кезімде ондай мүмкіндіктер болмады. Мен де ойламадым. Қазір сіздерде жалпы өте күшті мүмкіндіктер бар. Инстаграмнан жай сұрақ қойсаң, мынау қалай өте ма, өтпей ма, сұраныс бар ма, алдын ала тексеруге болады. Бұл жерде не істеу керек, қалай талдау керек, кімді талдаймыз. Ең біріншісі ол тұтынушылар. Тұтынушыларды зерттеуіміз керекпіз. Неге? Өйткені бизнесте бізге тек қана ақшаны кім береді? Тек қана тұтынушылар. Қалғандар бізден ақшаны сұрайды, мемлекет ақшаны сұрайды, СС ақшаны сұрайды, салық органдары ақшаны сұрайды, жеткізушілер сен оған ақша сұрайсың, арендаға алсаң жалғаға оған төлейсің. Тек қана тұтынушылар бізге ақшаны береді. Сол себептен сен өз тұтынушыларды жақсы білуің керексің. Көреміз, бұл негізі менің ең жақсы көретін тақырыбым. Тұтынушылар жаңа жүріс-тұрысы, мен кезінде қатты зерттеген өзім ұнайды. Сол себептен мүмкін көреміз. Егер осы неден кейін сұраныс болса, айтып берем, қалай тұтынушыларды зерттеу керек, не істеу керек. Қалай күшті сату керек, қалай айту керек. Енді оған көшейік. Бірінші тұтынушылар міндетті түрде зерттейміз, яғни портретін жасаңыздар. Жасы нешеде, жынысы қандай, нені жақсы көреді, неге ол сіздің товарыңызды сатып алады, немесе неге ол сатып алмайды, сол сияқты. Екіншісі, бізде бүгін қысқа мерзімді болады, өйткені шамамен 40-50 минут уақыт екен. Сонымен екіншісі ол бәсекелестер. Бәсекелестер неге оларды зерттеу керек? Өйткені олар өте ақылды адамдар біріншіден. Өйткені олар сенің тұтынушыларына болады. Яғни олар да сенің тұтынушыларына жаңа товарды сатады. Сол себептен міндетті түрде тұтынушыларды және бәсекелестерді зерттеймін. Мысалы, мен 2016 жылы балаларға арналған футбол мектебін ашқан кезде бізде бизнес ой
бұл жерде не айтып кететінім, егер сенде бизнес ой туындаса, нарықтық талдау жаса, зерттеп. Қазіргі заңда кішкене басқаша, бірақ жалпы ойды мен ойлаймын, миына кіреді, не айтқым келеді. Бұл жерде, мысалы, мен әріптесіммен 2016 жылы біз 2015-те біз желтоқсанда таныстық, сөйтіп әңгімелесіп, бизнес ой туындады, балаларға мектепті ашу футболдан. Сөйтіп біз ойланып, қараңыздар, бізге бизнес ой желтоқсанда келді, бірақ бизнесімізді, кәсібімізді біз 1-ші күн 4-ші сәуірде бастадық. Яғни біз 3 ай не істедік? Дайындадық. Біз 3 ай нарықтық талдау жүргіздік. Біз тұтынушыларды зерттедік. Біз бәсекелесті. Ол кезде 23 бәсекелес болды Алматыда. Мен бәрін арасына звондап, мен нелер бар, қандай жаттығу бағдарламасы, кейбір кездері мен өзім баратын ауырып, менің балам бар, осыны оқытсаңдар не болады, яғни тренерлермен сөйлесіп, мен зерттедім. Сосын бәсекелестерден айтып көп нәрсені алуға болады. Үшіншісі, ол серіктестер. Серіктестер, яғни бұл сенің серіктестерің, кіммен сен жұмыс істейсің, кім саған шикізатты жеткізіп тастайды. Мысалы, мен серіктестерді зерттеген кезде, балалар мектебін дейік, жаңағы мен зерттедім типографияны кім жасайды, 10 шақты типографияны айналып шықтым, қайсысы арзан, қайсысы. Сосын серіктестерді айттым, егер мен саған клиент әкелсем, маған жеңілдік бола ма, шегірімден бола ма, сол сияқты. Сөйтіп серіктестерді іздейсіңдер, кім товарды, кім тіреді, аяқ киімді кімден біз сатып аламыз, доктарды қайдан сатып аламыз, қандай дүкеннен, сөйтіп іздейсің. Төртіншісі ол жұмысшылар. Алдын ала жұмысшыларды іздейсің, талдайсың, сұхбат жүргізесің, сол сияқты зерттейсің. Мысалы, біз тренерді 2-3 ай болып еттік. Мен бір күшті ресторанды білем. Мысалы, олар ашарынан ішінде 2 ай оларды үйретті, қалай тамақты апару керек, қалай жағы сөйлеу керек, менюны бәрін жаттатқызып, тест атқызып, репетиция жасап, қалай апару керек, қанша 10 жақтан келу керек. Сосын мен сіздерге айтайын, бұл ресторан ашылғаннан кейін оя жаққа алдын ала орын жоқ болады. Тек қана звондап, алдын ала орын алмасам, бос орындар болмады. Әсіресе демалыс күндері. Өйткені ояқтың сервисі, қызмет көрсету өте жоғары деңгейде болды. Сол себептен нарықтық талдау. Екіншісі өте маңызды. Үшіншісі ол жоспарлау. Міндетті түрде жоспарлау керек. Бір сабақтың күндерінде жоспарлау өте үлкен тақырып, бірақ міндетті түрде жоспарлау керек. Өйткені бізде өкінішке кәсіпкерлер көбісі былай жұмыс істейді, сосын не болады деп құлаймыз. Өйткені жоспар жоқ. Жоспар дегеніміз не? Алдын ала көру және не істеу керек. Сол жоспарлаудың 2 түрі болады негізінен. Біріншісі стратегиялық жоспарлау. Екіншісі қаржылық жоспарлау. Қаржылық жоспарлау, не айтайын деген, стратегиялық жоспарлау және жоспарлау өте үлкен тақырып. Бірақ оны міндетті түрде істеу керек. Мысалы, өзің жауап берші, сенде бар ма? Кем дегенде 1 жылда, 2 жылда жоспар. Неге жоспарлау керек? Бір мысал келтірейін, негізі мысалдар көп. Мынандай бір не бар? Бізде Қазақстанда бір жоба бар, іскерлік байланыстар деген. Сол жоба шеңберінде кәсіпкерлерде қандай мүмкіндік бар? Егер сен кәсіпкерлігің болса, сен Германияға барып, стажировкаға баруға болады, шамамен 1 айға. Сөйтіп, мен бір осындай кәсіпкермен кездескен кезде, бір шай ішіп отырып, сөйтіп әңгімелескен кезде, ол маған мынандай бір әңгіме айтып берді. Сөйтіп, ол Германияда жүрген кезде, бұл негізінің жігіт өзі Қапшағайда наубайханасы бар. Сөйтіп, Германияда жүрген кезде оған өзіне бір серіктесті тауып алады, бірақ одан серіктес сұрайды.
бауырым деп бауырым деп айттым айтпадым білмеймін ба, жалпы айттым. Сенде компанияның стратегиялық жоспары бар ма деген кезде біздің кәсіпкер не деп жауап берді, қалай ойлайсыздар? Ол иә бар деді, 1 жылға деді. Сонда оған немістің кәсіпкері не деді? Біз егер компанияда кем дегенде 10 жылға стратегиялық жоспар болмаса жұмыс істемейміз. Сөйтіп ол айтты, мен түні бойы бишара деп жаздым ана бизнес жоспарды. Әкеліп ертесі күні әкеліп қойдым. Сөйтіп кесіп қойдық, ол жаңағы Германиядан түсінген өзі келді бірден ашыға. Сосын мен айттым, одан сұрадым дейді, біздің кәсіпкер, неміс кәсіпкерден сұрадым дейді. Неге сендер сұрайсыңдар 10 жылға? Нарық ол бізде мынандай ғой. Бірде бар, бірде жоқ, икемді ғой, иә. Ол айтып, иә, дұрыс, ол нарық сондай. Бірақ бұл жоспар ғой. Біріншіден сіз кез келген кезде оны өзгерте аласыз. Немесе өзгерістерді енгізе аласыз. Бірақ айтты, маған ең үлкен жауабы бұл мынандай ұнады. Сен маған 1 жылға көрсеткен кезде бұл нені білдіреді? Сен бизнеспен тек қана 1 жыл айналысып келген. Ал егер сен маған 10 жылға көрсетсең, бұл нені білдіреді? Сен бизнеспен кем дегенде 10 жыл айналысқан келеді. Бұл жерден бұл сені көрсетеді жалпы қанша уақыт бизнеспен айналысқың келеді. Мысалы мен балалар мектебін ашқаннан кейін мен 7 жылға концепция жаздым. Соңғы жобамды мен 3 жылға жаздым. Қазір кем дегенде 3 жылға жаздым да. Жалпы 3 жылдан кейін сенің бизнесің неге айналады? Қандай табыстарың болады, қанша жұмысшыларың болады, сол сияқты не істейсің, қанша офистерің бар, қанша филиалдарың болады. Немесе сен 3 жылдан кейін тек қана жаңағы залалсыз нүктеге көшесің ба, оны да жаңағы анықтау керек. Сонымен ары кеттік, жоспарлау. Жоспарлан, міндетті түрде жоспарлан. Сосын қаржылық жоспарлау, міндетті түрде есептенді. Бизнес ол сандар, тек қана сандар. Қазір мен күшті бұл сұраққа көшем. Осыны айтып кеткеннен кейін мынандай бір сұраққа жауап берем. Менен жиі сұрайды, қандай бизнес табысты? Осы сұраққа жауап берем. Так что кім аяғына дейін тыңдайды, ол сұраққа жауап табады. Сонымен төртіншісі психологиялық нарықтық жоспарлау. Тағы не керек? Жоспарлау, нарықтық. Тағы менің бір үлкен қате, ол мен несие алдым. Бұл айтып отыр менің қатем. Жалпы бұл жерге не айтқым келеді? Бастауыш бизнесті бұл қайталап менің жеке дара ойым. Егер сенің стартапы болса, ең бастауыш бизнесің болса, ұсыныс өз қаражатымен бастау. Оны жина, ол жерден үйрену керек. Егер жоқ болса, кем дегенде 20% өз үлесің болу керек. Егер сенде өз үлесің болмаса, сен бизнеске дұрыс қарай алмайсың. Мысал келтірейін, мысалы әрқайсыларына қазір маркерді сыйласам, сен оны жоғалтсаң, мысалы соған не болады? Қатты ренжисің ба, жоқ па? Егер сен бұл маркерді 500 теңгеге сатып алсаң, кішкене басқаша қарайсың. Сол сияқты бизнеске кем дегенде жаңағы өз үлесің болу керек. Қайталайын, мен бірінші бизнесті бастаған кезде менің бизнесім 100% қаржылық есептен болады. Яғни мен банктен несие алдым, бұл несиеден 100% менің бизнесім 100% несиеден тұрады. Қазіргі соңғы 4-5 жобам мен тек қана өз қаражатымнан бастаймын. Өз қаражатымды салған кезде тиімдірек жұмыс істеп жатқанымды көріп жатырмын. Енді былай қысқа да нұсқа айтқан кезде сол себептен міндетті түрде не болу керек? Өз үлес болу керек. Бесіншісі өте маңызды серіктестер. Қандай айырмашылық? Серіктестер бұл жерде сен оны жеткізушілер деп айтуға болады. Екіншіден жеткізушілер, яғни сен кіммен саған товар әкеледі, шикізат әкеледі, саған қызмет әкеледі,
бухгалтерлік қызмет, заңгерлік қызмет, заң қызметкері мысалы, сол сияқты. Бұл жерде серіктес, яғни сен кіммен бизнесті бастайсың, яғни сенің серігін кіммен, сен партнер дейді ғой, нақты сен үлес жағынан кімге саласыңдар. Жиі сұрайтын сұрақ, туысқандармен бизнес бастауға бола ма, болмай ма, достармен бола ма, болмай ма. Былай айтайын, менің бірінші бизнесім, менің ашқаным өте менің жақын достарым болды, біз үйредік. Соңғы 2-3 бизнесім мен достармен бастадым, бірақ табысты болды. Бұл жерде менің жеке теориям пайда болды. Мен талдау жасадым, неге мен бірінші рет табыссыз болдым, екінші қалған кездері табысты болдым. Бұл біріншіден енді мынаны зерттеледі, сосын былай айтайын, серіктестер мен үшін жалпы екі түрі болады. Мысалы, қалай ойымды жеткізсе, вот сенің жақын досың балалардан, балалық кезінен, мектеп кезінен дос болып жатсың, сен оның адамгершілік қасиеттерін білесің. Ол жақсы адам, адамгершілігі мол, алдамайды, сол сияқты. Бірақ сен оның кәсіби маман ретінде қабілеттерін білмейсің. Ал мысалы, егер сенде достық алдында сен жұмыс барымен онымен жұмыс істедің, сен көрдің қалай ол жұмыс істейді, жұмысын мықты істей ма, сосын оның адамгершілік жалпы адам тұлға ретінде қабілеттерін көргеннен кейін, жалпы ойым неде? Мен достармен бастаған кезде бола алмадым, өйткені мен оларды қалай жұмысшы ретінде, маман ретінде білмеген екенмін. Ал мына екі әріптестермен бастаған кезде екеуде жоба, өйткені мен білемін, ол мықты, ол уақытында жұмысын орындайды, ол уақытында жаңағы сөзінде тұрады, именно жұмыс бабымен. Сол себептен олармен жұмысты бастауға болады. Ал егер сен оның кәсіби нелерін білмесең, жаңағы дағдыларын, онда ойлан. Екінші, туысқандармен бастау керек па, жоқ па? Өте күшті сұрақ. Мен былай ойлаймын. Егер былай болады. Егер сенің тауатқан табысың бір қоржынға түссе, онда туысқандармен болады. Айтамыз ғой, отбасылық бизнес, семейный бизнес. Мысалы, сен ағамен бастасаң, тәтемен бастасаң, нағашымен бастасаң, онда мүмкін керек жоқ. Ал егер сен үйленгенсің, әйел жұбайыңыз екеуіңіз, әке-шешелеріңіз бірге, яғни бүкіл бизнестен түскен табысың бір қоржынға түссе, онда бірге бастауға болады, жұмыс істеуге болады, отбасылық бизнес болса. Ал егер сен жай ағамды тарттың, немесе бір жиенді ма, біреуді тарттқан кезде, ол кезде ұсыныс жұмыс істемейді. Туысқандармен өйткені ақша өкінішке орай қарым-қатынасты құртады. Бір қарапайым мысал, бір күні менің ағам жиғас цехын ашам деді. Сөйтіп айтты, менің папамның інілері жатыр дейді да, бостай, соларды шақырайын дейді да жұмысқа. Сөйтіп мен айттым, сен өзің ойлаш, саған клиент келді, сен оған саттың, сен ол саған қайтарымды айтты. Все, бұл жарамайды, сен жаман істедің. Сен қалай үлкен ағаңа барып ұрсасың, мынаны дұрыс істеген жоқсың. Немесе сенде бизнесте жүрмей қал, сатуларың жоқ. Сен қалай айтасың, аға мен саған ақша төлемеймін деп. Өзің ойла. Сол сияқты бұл жерде жаңағы отбасылық бизнес болса, онда бастауға болады. Егер жай болса, туысқандармен, онда мен ойлаймын, бастаудың қажеті жоқ. Бізде шамалы жарты сағат бар уақыт. Сұрақтар бар ма, жоқ па? Сұрақтар жоқ па? Онда кеттік. Мынандай жиі сұрақ қоятын маған. Бір ойымды білдірейін, өз ойымды. Мен әрқашан әрбір тренингте ойлаймын. Айтам, негізінен біздің Қазақстан былай дамитын мемлекет қой. Былай жоғары дамитын мемлекет. Бірақ өкінішке орай біз былай баяу кішкене дамимыз ғой, кейбір кездері былай. Бұл неге? Бұл менің талдауым, осы бүкіл тренингтерді өтіп, мыңдаған адаммен, кәсіпкерлермен деуге болады сөйлесіп, мен өзім екі сөзді шығардым. Неге біз дамымаймыз? Қалай айтсам, күшті дамымаймыз, баяу ғана дамымыз. Біріншісі себеп бізде екі сөз. Бұл кішкене қалжың тілінде, мен өзім жақсы көремін қалжың тілінде өткізгенді. Біріншісі ол сылтау. Сылтау деген сөз
сылтау дегеніміз не? Бізде ешқашан әрқашан сылтау кетпейді. Бірдеңке істейін десек, міндетті де біреу немесе бірдеңке кінәлі болады. Мысалы, сен кешігіп қалсаң, мен кінәлі емеспін, автобус кінәлі, пробка кінәлі, білмеймін, будильник дұрыс істемей қалды, мен кінәлі емеспін. Сол сияқты бизнесте істегеніңізде бірдеңке болмаңыз, мен кінәлі емеспін, ана поставщик тормоз дұрыс істемейді. Алдын ала оны есепке алыңыз, яғни тәуекелдерді нету керек, жоспарлау керек. Сол себептен неге жоспарлау керек? Бүкіл жаңағы тәуекелдерді алдын ала көру үшін. Сол сияқты сылтау неге бізде жалпы сылтау туындайды? Енді бұл үлкен тақырып. Сылтау неге туындайды? Өйткені себеп ол жоқ істеуге. Себеп неге жоқ? Өйткені бізде мақсат жоқ. Жалпы айтатын болсақ. Өйткені сенде нақты мақсат болса, сенде ешқашан сылтау табылмайды. Бұл енді үлкен тақырып. Егер қарасаңдар, басқа бір күні айтып беремін. Шақырыңдар мына жас лайф жобасына, каналдарына жазыңдар, комментарий жазыңдар, мына тақырып шақырыңдар Мәлік мырзаны. Сол кезде айтып беремін, қалай мақсатқа жету керек, не үшін. Екінші сөз ол Жұмайсыбай. Жұмайсыбай мен кішкене айтып отырмын қалжыңдап, неге бізде қаржылық сауаттылық өте төмен. Өте төмен қаржылық сауаттылық. Бұған да шақырыңдар. Мен қазір марафон жүргіземін, өзім арнайы тренингтерім бар. Жалпы Жұмайсыбай өте бұл үлкен мәселе. Мен неге бұл тақырыпқа тоқтадым? Өйткені мен тренингтерде байқағаным, біздің кәсіпкерлер өз ақшаны дұрыс бағынбайды, яғни ұстамайды. Мен ойлаймын, сен неге отбасылық ақшаны ұстай алмасаң, қалай бизнеспен ұстайсың? Жаңағы бағасын, ұйымдастырасың, басқарасың, қалай бизнесте, егер сен қолыңдағы түскен ақшаны басқара алмайсың. Сол себептен біріншіден өзінің қаржылық сауаттылығыңды көтеруің керексің. Ол туралы қазір уақыт қалса айтып беремін ол туралы. Негізінен бұл жерде ойландым. Жалпы қаржылық сауаттылыққа тоқталатын болсақ, негізінен мынандай бізде 4 не бар, термин бар. Біріншісі қаржылық шұңқыр, екіншісі қаржылық қорғау, үшіншісі қаржылық тәуелсіздік, төртіншісі қаржылық бостандық. Өздеріңіз үшін мен қазір біраздан кейін айтамын формуласын, ойланып көріңіздер, кім қандай дәрежеде. Кім қандай дәлел? Мен қазір дәлелдеп беремін сендерге, что сендерде қаржылық сауаттылық нашар. Енді қатты айтып қойсам да ренжімейді, бірақ реальность дейді ғой, нақтылық, шындылық ол осындай. Мен басында неткен кезде өзім қатты қапа болдым. Өзім талдау жасаған кезде менің бір өте үлкен, қалай айтсам, мен қатты өкінгенім, мен қаржылық сауаттылығымды ешкім үйретпеді. Мен оны кеш бастадым. Егер мен мысалы оны сендердің жастарында болсам, 20-18 жаста бұлардың тақырыптарын білсем, мен қалай айтсам, көп нәрсе одан да ертерек жете алатын едім. Сонымен қаржылық шұңқыр, бұл қарайтын болса, бұл жерде яғни сен бюджетін минус немесе 0. Қаржылық қорғау дегеніміз сенде кем дегенде негізінен 6, кем дегенде 12 айға дейін ай қаржылық қор болу керек. Яғни не болу керек? Мысалы, сенің ай сайынғы табысың 100 000 теңге дейін, сенде депозитте немесе үйде қалтаңда ма, сандықта ма, кем дегенде 6 айдың жалақысы болу керек. Кем дегенде. Мысалы, 200 000 жалақы болса, кем дегенде 1 200 000 теңге қорың болу керек. Депозитте ма, долларда ма, еврода ма, бір қор ретінде болу керек. Кем дегенде. Қаржылық тәуелсіздік дегеніміз негізінен табыстың 2 түрі бар. Біріншісі активті табыс, екіншісі пассивті табыс. Активті табыс, яғни біз өзіміз тірлік жасап, белсенділікпен, мысалы, мен тренинг жүргіземін, мен содан активті өзім тренинг жүріп, ақша табам. Сен жұмысқа барасың, тірлік істейсің, ақша табасың. Пассивті табыс, бұл яғни сен
өте аз немесе мүлдем ешқандай күш қуат салмай, жаңағы еңбегіңді астына салмай, бірақ саған пайда түседі. Пассивті табыстың бір түрі мысалы депозит. Депозитқа салып қойдың, саған үстіне пайыз түседі. Немесе бір акцияны сатып алдың, саған пайыз түседі. Немесе жалға пәтерді, немесе көлігіңді, немесе бір ғимаратты бердің, саған үстінен түсетін пайыз, ол жаңағы пассивті табыс. Немесе мен бір бизнеске инвестор ретінде түстім, ол маған ай сайын әкелетін пайда, ол мен үшін де пассивті табыс. Сол қаржылық тәуелсіздік дегеніміз әрқайсымызда бізде не бар? Тұрақты шығындар. Олар міндетті болады, жаңағы тамағың бар, киімің бар, балабақшаң бар, білмеймін, маникюр, педикюр бар, білмеймін, тағы не бар. Сол бізде әр сайын шаш құйма, білмеймін, моншаға барасың, әрқайсымызда міндетті түрде бір коммуналды жаңағы қайтып келейін, тұрақты шығындар бар. Қаржылық тәуелсіздік дегеніміз сенің пассивті табыстарың не үлкен болу, не тең сенің тұрақты шығындарына. Мысалы, сенде тұрақты шығындар 100 000 теңге айына есептейік, бізде депозит 10% дейік, сонда сенде кем дегенде 10 миллион теңге болса 10%-бен, сонда 12%-бен дейік, 12%-бен, мысалы, яғни ай сайын сенде 100 000 теңге түсу үшін пассивті табыс сенде депозитте кем дегенде 12 миллион теңге болу керек, мысалы. Бұл осыны білдіреді, яғни қаржылық тәуелсіздік деген. Сенің пассивті табыстарың тұрақты шығындарды өтеп отырады. Сен немесе сен жалға бересің пәтерді, содан түскен ақшаң сенің тұрақты шығындарына жетеді. Қаржылық бостандық бұл екеуін қосқан кезде және сен активті табыспен ақша тауып отырсың. Бұл жалпы біз кішкене шолу жасадық, осы тақырыпқа мен ойлаймын маңызды. Сол мен ойладым, ертең бизнес бастаған кезде міндетті түрде сылтау болмау керек. Неге? Сылтау неге болмайды? Мақсат нақты болған кезде. Бір қарапайым мысалмен келтірейін, қалай бұл шамамен жұмыс істейді. Егер сенің мақсатың мықты болса, біз сылтауға қарамаймыз. Мысалы, қарның ашса, сен сылтауға қарамайсың, барасың тамақты іше бересің. Солай өйткені сенде нақты бар, қарныңды тойды бол. Немесе тағы бір қарапайым мысал, қыз бен жігіт, жігіт пен қыз қалай айтсам, махаббатпен кездескен кезде, мысалы сен махаббатпен кездескен кезде, саған әкең шешең, жаңағы дос балаларың, подружкаларың айтып, ой, ол жаман жігіт, немесе ой, ол жаман қыз, кездеспе деп, сен ешкімді тыңдамайсың ғой. Немесе ауып жатасың дейді, ауып жатасың, ой, ауып түсін. Жаның звондаса, о, болды, мен нормально терезеден қашып нетеміз. Өйткені сенде мақсат жаңағы қызбен немесе жігітпен кездесіп, өйткені сенде нақты мақсат жаңағы отбасы құру, сүйісу, білмеймін, не істеу, әрқалай мақсат. Жалпы сол кезде сылтау бізде табылмайды. Ауырсаң да барып істейсің, нетсең де. Сол себептен мен не ой білдіргім келеді бұл жерде, егер бизнесті істеген кезде нақты мақсат бұл. Мен 5 миллион табам. Сол кезде 5 миллион табу үшін не істеуім керек деп жазасың. Сол кезде сылтау азырақ болады да, ерінбейсің. Келесі бір күшті тақырып қозғағым келетін нәрсе. Менде жиі сұрайды мынандай сұрақ, қандай бизнес тиімді? Мен былай айтайын, ол саған байланысты. Кез келген бизнес ол тиімді. Негізінен кез келген бизнес тиімді. Мен әлі өмірімде көрмедім тиімсіз бизнесті. Егер сенің қолыңнан шықпаса, мәселе сенде. Өйткені басқада ол бизнес істеп жатыр, ол пайда көріп жатыр содан. Яғни мәселе сенде. Дұрыс талдау жасамадың, жаңағы 5 себепкер болдың, нарықты дұрыс талдамадың, психологиялық жағынан дұрыс болмадың, ақшаң жетпей қалды, жоспарды дұрыс есеп. Себеп тек қана сенде. Жалпы бүкіл мәселелер бәрі себептің өзінен істейді. Ешкім кінәлі емес, сылтаулап, басқа біреуді сылтаулап нетпе. Өзінде мәселені анықта. Сонымен менде жиі сұрайды. Мен былай айтайын. Жалпы ақша ол уақыт. Мынандай бір мысал келтірейік. Бір күні менің тренингтің алдында кеңеске бір әйел келді. Мен мынандай бизнес бастағым келеді, балабақша.
ол табысты ма, табысты ма? Мен айттым, білмеймін. Келіңіз талдау жасайық. Біз былай талдау жасадық, қараңыз. Есептедік. Мен сұрадым, бала бақшаңызда, ол айтты, бізде шамамен 40 бала оқиды. Олардың бағасы 25.000 теңге айына. Мен айттым, жарайды, ең керемет жағдайды есептейікші, ең керемет жағдайды 40 бала бәрі келіп жүр. Ол біріншіден міндетті түрде осылай болмайды, 100% ешқашан болмайды бала бақшада. Бірақ елестейік, сонда сіздің табысыңыз қанша болады? Ол айтты, есептеп 1 миллион теңге. Солай ба? 1 миллион теңге табысыңыз. Жарайды. Осы 1 миллион теңгені табу үшін қанша шығын пайда болды? Формуланы білеміз, пайда неге тең? Табыс минус шығын. Пайданы есептейік. Ол айтты, шамамен жалақы бар, жұмысшылардың арендасы бар, тамағы бар, шамамен 700.000 теңге деді. Бұл шамамен бәрі, сонымен қанша? 300.000 теңге. Окей дедім. Әр адам әртүрлі. Әрқайсымызда әртүрлі құндылықтар. Әрқайсымызда мұқтаждықтар әртүрлі. Кейбіреу үшін 300.000 теңге де көп. Кейбіреу үшін 3.000 теңге ол ақша емес. Әрқайсымызға байланысты. Негізінен біз психологиядан қарайтын болсақ, бізде мұқтаждықтар бәрімізде бірдей, басты. Бірақ, қалай айтсам, олар да әртүрлі. Мысалы, мен үшін қарным тоқ, ол міндетті түрде икрамен тамақ ішу керек. Егер мен икрасыз чайды ішсем, мен өзімді дұрыс сезінбеймін. Мысалы, кейбіреу нанға май жақса бітті, соған да қуанады. Керісінше кейбір су ішсе соған да қуанады. Яғни бізде мұқтаждықтар, құндылықтар әртүрлі. Сол себептен бірақ қараңыздар. 300.000 теңге. Мен сұрадым, сосын қанша жұмыс істейсіз осы жерде? Ол айтты, 6 күн істеймін, бітейік. Мен аптасына 5 күн істеймін, 8 сағаттан. Қараңыз, мен айттым, қараңыз, ақша, уақыт. Сіз мына 300.000 теңгені 5 күн, 8 сағаттан жұмсайсыз, осы 300.000 теңгені табуға. Солай ғой? Ал кейбірлер, осындай адамдар бар ғой, бұға сіз сияқты 5 күн жұмыс істеп, 8 сағат жұмыс істеп, 5 күн және 8 сағат 3 миллион теңге табады. Өйткені уақыт бәрінде бірдей. Уақыт бәрімізде бірдей. Ол 3 миллион теңге табады. А кейбірлер 8 сағат, 5 күн 8 сағат түсіп, 100.000 теңге табады. Бұл мен айтайын, егер саған сен мұқтаждықтарыңды 100.000 теңге жапса, мысалы, мен айттым, сізге 300.000 теңге сіз табатқан сіздің мұқтажыңызды жапса, дем алуға, нан мен майға жоқ, икра мен ба, білмеймін, мұқтажыңызды жапса, егер мен мұқтажыңызды жапсам, онда ол сіз үшін табысты бұл бизнес. Ал егер сіз үшін мұқтаждықтарыңызды, құндылықтарыңызды жаппаса, онда бұл сіз үшін табысты емес. Сол себептен өзіңіз ойласыз, мына уақытты қалай жұмсайсыз. Өйткені басқалар сен сияқты, мен айттым, сіз сияқты басқасы 8 сағат 3 миллион теңге табады ғой. Өйткені уақыт бәрімізде бірдей. Өзің шешесің. Яғни бұл жерде не ойлау керек? Бірдеңке істеу керек, пайданы көру үшін, табысты көтеру үшін бірдеңке істеу, немесе онда басқа бизнеспен айналысу керек. Тура осы 8 сағатын жұмсап, мүмкін 500.000 теңге саған әкеледі. Сол себептен өзің ойла, таңда бизнесіңді алдын ала есептеу. Мен қайталайын, бизнес ол есеп. Сол себептен алдын ала есепте қанша ол саған ертең пайда келеді. Саған бұл әкелген пайда сенің мұқтаждығыңды жаба ма, жаппай ма? Егер жапса, онда бұл сен үшін бизнес табысты шығар. Басқа біреу үшін ол табысты мүмкін емес. Кейбір үшін керісінше, мынау күшті табады екен ғой деп. Сол себептен мынандай есепте ақша, уақыт, қанша сен уақыт жұмсайсың бұл ақшаны табу үшін. Өйткені қайталайын, негізінен 8 ресурс бар, бірақ уақыт тек қана қайтарымсыз. Жаңалды қайтадан қайтып келмейді. Мысалы, біз сіздермен қазір 40 минут жұмыс істедік, мен 40 минутты қайтарыңдаршы? Жоқ. Қазіргі технологиямен денсаулықты да, ақшаны да табуға болады, тірлік істеп, машинаны ауыстыруға, жабдықты ауыстыруға болады. Бірақ уақытты ғана қайтып ала алмайсың. Сол себептен есепте сен жұмсаған уақытың саған әкелетін пайда қаншалықты саған сай, сенің мұқтаждықтарыңа, сенің
сені қанағат ете ма, қанағат етпей ма. Сонымен осы бүгін сендермен нені қарастырдық біз, бүгінге жететін шығар деп ойлаймын. 5 нәрсеге неге көңіл бөлу керек. Бизнес бастаған кезде, яғни психология жағынан дайын боласың, нарықты талдау керексің, міндетті түрде жоспарла. Міндетті түрде жоспарла. Сосын несиені ойла, керек па, керек пе. Негізде несие жақсы, қашан жақсы? Егер сен бизнесін дамып жатқан кезде, жаңағы қалай айтсам, сенің бизнесін жұмыс істеп жатыр, машинаң жүріп жатыр да, соған кішкене 30-60 жүру керек, тезірек жүру үшін. Сол кезде күшті. Мысалы, сен айналым қажет дейді. Ал бастауыш кезінде осымыз кем дегенде жаңағы өз ақшаңды сал, өз үлесіңді қос, серіктестерді дұрыс таңда. Сосын бизнесті бастаған кезде ешқандай сылтау болмау керек. Міндетті түрде жаңағы сол үшін сылтау болмау үшін дұрыс мақсаттарды қой. Қазіргі таңда не жақсы? Мынандай смарт туралы оқыңыздар, смарт әдісі. Қалай мақсатты дұрыс қою керек. Осыны оқыңыз. Сол жерден дұрыс мақсатты қойсақ, жаңағы мақсатты қойған кезде жаңағы жоспарлауға қайтайық. Дұрыс жоспарлау керек. Екіншісі жаңағы ақшаңды дұрыс басқа. Біріншіден бүгіннен бастап өз ақшаңды есепте. Өзінің мына жерде осымыз Вавилондағы ең бай адамды оқыңдар. Өте күшті кітап. Соңғысы бизнесті бастаған алдына ақша ол уақыт. Яғни есепте сен жұмсаған уақытың саған қанша пайда келеді. Соны міндетті түрде есепте. Сосын мына жердегі бұл сұраққа қайтып келгім келеді. Мына жерде біраз шама қойыпты, мынандай бір сұраққа жауап бергім келеді. Мемлекеттен қандай мүмкіндіктер бар бізге кәсіпкерлікке? Бәріңіздер білетін шығарсыздар, бастау деген оқу бар. Қазіргі таңда енді биылға бітті. Келесі жылдан бастап қатысуға болады. Ол жерде гранттар бар. Биыл 555.600 болды. Келесі жылы білмеймін қанша болады, бірақ ол жерде 2-3 апта оқисыңдар. Сол оқу өткеннен сертификат аласыңдар. Бастау деген оқуын алсаң терсеңдер ғаламторда. Бұл еңбек бағдарламасы бойынша, еңбек деген бағдарламаны оқыңдар. Еңбек деген бағдарламаны оқыңдар, ойықта бәрі жазылған. Негізінен атамекен арқылы жұмыс істейсіңдер. Сонымен қоса әрбір қалада, әрбір облыста не бар? 2-ден 5 миллионға дейін грант оқыту қабілеттеріңіз бар. Оны жергілікті акиматтан білесіңдер. Акиматтан кәсіпкерлік бөлімінен білесіңдер. Бұл жалпы. Негізінен оқулар бар, тегін пайдалы. Сонымен бүгінге болды деп ойлаймын. Жетеді. Көп ақпаратында зияны болады. Осыны меңгеріп алыңдар. Қосымша сұрақ болса комментарийға жазыңдар. Парақшаның ұйымдастырушылары жауап береді. Бүгінге осы бітті. Барлықтарыңызға сау саламат және сәттілік тілеймін. Бай болыңыздар.